Мен өмірге келген өңірде көп аса орыстар тұрды. Қазақша сөйлейтіндер өте аз. Нағашы әжем ғана мен туған әкем қазақ. Нағашы атам орыс ұлтынан. Туған анам метис. Өте сұлу болды. Аппақ үлбіреген сұлу мүсіні бар. Көздері әжеме тартқан қой, көзді қоңыр. Сол бір анамның сұлулығы маған да берілген. Әкем жетім еді. Балалар үйінде өскен. Анаммен бас қосса да нағашы әжемнің үйінде тұрып жаттық. Көп аса әкемде баласындай жекіп, анам үйден қуады. Әкем тек ақша әкелсе ғана анамның күйеуі екені есіне түседі. Бұлай көп аса жанжалдасып қалатын. Нағашы әжем мені өз қолымен 5-ші сыныпқа дейін қазақ мектебіне берді. Әжеме көп еркелейтін мен сабақ оқуға ынтам болмады. Анам бір компанияда жұмыс жасайды. Хатшы болып істейді, әрі бастықтың көңілдесі. Көп ұзамай әкем басқа отбасы құрғанын естіп, қатты қапаландым. Әкем мені кішкене болса да еркелетіп, жылулық сыйлайтын еді. Енді міне, анам мені одан да айырды. Сол үшін анамды жек көріп бастадым. Арада жылдар өтіп жатты. Анамның бастығы үлкен қалаға көшті. Анам да соның артынан кете барды. Мен 9-ші сыныпқа дейін нағашы әжемнің тәрбиесінде болдым. Десе де анама деген ыза жүрегімді әбден қатайтты. Мектепті анау айтқандай оқымадым. Мен де анам секілді сұлу болдым. Жігіттер жолымда жүретін. Бірақ әжем тым қатал болды. Ешбір жерге жібермейді. Сыныптастарым отырыс жасап, туған күн кешіне барса, мені әжем жібермеді. Сол үшін жылап алатынмын. Бірде анам қаладан сықайып, 18 жастағы бойжеткен секілді киініп келді. Ал мен анамның қуыршақ секілді түріне қарап, таңданып қалыппын. Қалаға кеткенде неге сонша әдемі болып өзгеріп кетеді екен? Анам келгенде оған ашуланып айқай шығардым. Әттең, әжемнің қасында қалып бейкүнә пәк болып жүре бергенімде ғой. Араға бір жыл салып келген анама не сәлемім жоқ, не амандығын сұрамай, сен өзі қандай анасың? Менің барым да жолым да саған бәрібір ме? Мен мына қапаста қаншалықты қиналып өмір сүріп жатырмын. Білемісің соны? Әже мені түрмеде қылмыс келгендерден де бетер қамап ұстайды. Тіпті осы үйдің басы байлы құлы сияқты деп жылап жібердім. Негізі әжем өте жақсы адам ғой. Жалғыз қызын еркелетіп өсіріп, көресіні көргесін мені кішкене қатты ұстағаны сол. Ал мен сорлы оның бәрін кеш түсіндім. Әжем байғұс менен бұндай сөзді күтпеді. Қызым-ау, не деп тұрсың сен? Сені жаман болсын демеймін, есейгенде түсінесің деп ақталып жатыр. Ал мен онан сайын қорлық көрген адам секілді бақыра жылап жаттым. Сол кезде жастығым болар, бәлкім өзім жеке тұлға ретінде еркіндікті аңсадым ба, әйтеуір әжемнің үйінен кеткім келді. Анаммен қалада тұрғым келді. Өксігімді басып, сен қалада анаммен тұрамын деп бірден айта салдым. Анам болса, доча, қалада менімен тұра алмайсың. Осында бабушкамен тұрасың. Мен үйде көп болмаймын. Ол жақта саған қиын болады деп мені райынан қайтарғысы келді. Өтпелі кезеңде жүрген мені қызым деп санамайтын болсаң, не үшін тудың? Егер мені осында тастап кетсең, өзіме қол жұмсап өлемін. Қалаға да жеттік. Үйге бармай тұрып, анам жаңа киімдер алуға бутиктерге бардық. Әдемі қымбат киімдер алып берді. Салонға барып шашымды да қырқылып, өзімді қаланың сұлуы санап, жаңа күнге аяқ басқандай күйде болдым. Бір қызығы, бізді көргендер анам екеумізді әпкелі сіңлі ретінде көрді. Анама бәрі таңырқап қарап, сіз шынымен анасы боласыз ба? Өте жас көрінесіз деп таңқалып жатты. Анамның шағын 3 бөлмелі пәтеріне келдік. Сол күні кешке көңілдес бастығы үлкендеу ер адам үйге жетіп келді. Ол да келе сала мені көріп таңғалып қалды. Бірақ кетпеді. Сөйтсем анамның құшағын аңсап келген екен. Анам дастархан жайып, анау-мынау қойып ішімдік ішілді. Әлгі бастығы жатын бөлмеге кіріп кетіп, анамның атын дауыстап шақырды. Кішкене масайған анам, доча, тез бөлмеге кір де ұйықтап қал деді. Мен ештеңе түсінбей қалдым.
Анама басымды есеп, әлі дастарханнан тұрмадым. Анам асыға кетіп қалды. Дастархан жиыстырып ыдыс жуып тастағым келді. Ойымда ештеңе жоқ. Бір кезде ыңырсыған дауыстар естілді. Басында ұялып кеттім. Бөлмеме жүгіріп барып жастықты басыма жауып жаттым. Бәрібір де олардың дауыстары естіліп тұрды. Анамның түнде жасайтын істеріне құлағым үйренгендей, уақыт өте мен тіпті сығалауды шығардым. Есікті ашып қоятын еді. Сөйтсем, әлгі көңілдесі әдейі леп ашып қояды екен. Менің сығалап қарайтынымды да біледі екен ол асығым. Солай мені азғырып жүрді. Тіпті мен анамның орнында мен болғанымда деген қиялға күмп ететінмін. Солай жүргенде колледжге де оқуым басталды. Қалаға үйренісіп жалғыз базар аралай беретінмін. Сол кездер DVD дегендер шығып, дискі сатып алу қызық еді. Сондай сәттері көзіме көзілдірік киіп, дискі сататын жерде эротикалық дискі сатып алдым. Күні бойы тіпті кейде түнде жалғыз қалатын менде ешкімнің шаруасы жоқ. Диск көрген мен сондай жаман қоза бастадым. Анамның көңілдерін көз алдыма келтіріп, сол кісімен болып жатқандай күй кешіп, өз мүшемді қолыммен сипалап, сұқ саусағымды тығып бірғат сезімде бастан өткіздім. Бәрінде де мен анаммен көңілдесін әр түн сайын аңдып, анамның көңілдесін қақиған мүшесін көріп, есім кетті. Әбден секске ойым кеткен мен ізімнен жүгірген өзіммен жаста жігіттерді менсінбей, бар ойым әлгі анамның көңілдесімен төсекте бірге болу болды. Мен де анам секілді ашық қысқа киімдер киіп, өзімді қуыршақтай ұстап, өзгере бастадым. Үйге келген анам көңілдесін өзіммен тесіп жіберерде қадала қарап, онымен сөйлесуге тырысып, көп ұзамай ол мені түсінді. Анамның бастығы болғандықтан анамды әдейілеп іс сапарға жіберіп, мені үйде жалғыз қалатынымды білген ол қолында тәттілері бар үйге келді. Оны көргенде мен әбден ес кетті. Қуанғаным соншалықты оның мойнына асыла кеттім. Ол да мені күтіп жүргендей мойнынан сүйіп мені қоздырды. Бәрін бірден болғанын қалағанмен асыға киімдерін шешіп жатқанда, балағай, асығыс жасама, мен сені жақсы көремін, бірақ төсектес бола алмаймын. Сен әлі 18-ге толмаған пәксің. Қазір пәктігіңнен айырсам ертең проблема болады. Түсіндің ғой, иә тәттім. Қазір басқа тірлікпен айналысамыз деп белбеуін ағытып шалбарын шешті де қақиған мүшесін шығарып аузыма тықты. Дискіден көрген едім бұндай сорақылықты, ал менің қалағаным бұл емес еді. Бәлкім оның мүшесін аузыма алсам рахаттанып сезім болар деп ойладым. Тұншыға жеркеніп оның деген бекер жасадым. Сол күннен соң ұшынып бір апта жаттым. Арада тағы күндер өтіп жатты. Әлгі анамның көңілдесі тағы келді. Бұл жолы мен анадағы жағдайдан соң ұшынып ауырдым. Сол нәрсе ұнамайды деп айта салдым. Ол күліп мені аймалап, анарымды сүйген сайын еріксіз қозып өзімді ұстай алмай, мен болғым келеді деп жалынғандай боламын. Ол мені одан сайын менің мүшемді сүйіп қолмен сипалап әбден өзіне ынтықтырды. Солай қосып жатқанда артыма мүшесін тығып жібергенде менің жан айқайым шықты. Дискідегі жәлептер өтірік ыңырси береді екен. Дискі ол артқы жағымен болып жатқанда керемет сезімге бөленіп жатқандай болатын. Мен де сосынай сезім аламын деп тағы бегер қателесіппін. Ойбай, керек емес, қақиған мүшеңді тарт деп айқайлап жібердім. Ол болса, тәттім-ау, бастапқыда солай болады, үйреніп кетесің, кәне келе ғой деп жұбатып әлек. Ашуланып кеткенмен кетші бәрі, мұндай секс керек емес, дәл қазір үйден кет деп қуғандай болдым. Тағы күндер өтіп жатты. Мен бәрін қойып, ізімнен жүгіріп жүрген жігітпен кездесіп, ақыры өз пәктігімді жоғалттым. Бастапқыда бәрі қызық еді. Уақыт өте ол қызық басылады екен. Ал мен одан кейін де қанша жігітпен төсектес болдым. Тіпті кейбіріме подъезд алдында, көлік ішінде болатынмын. Бәрі уақытша. Қызығы басылған соң мені мусор секілді тастап кетеді. Солай жүргенде жүкті болып түсік тастадым. Бір емес 3 рет түсік тастадым. Арада қанша уақыт өтті. Менің тұрақты жұмысым болмады. Жұмыс
жасауға тұрсам, бастығым басқасы пайдаланып кетуге дайын тұрады. Еркектерден тез жалығатынмен 2 рет тұрмыс құрып та үлгірдім. Бірақ төсектен жалығып ажырасып кеттім. Өмірім әр еркектің астында жатып, нәпсінің жетегінде жүргенмен жаман ауру жұқтырып, ауру болдым да қалдым. Бәріне кінәлі өзім. Бірақ анамды жек көремін. Осындай жетесіз, тәрбиесіз болып өскен анамның үлесі бар. Әкеме тыныш өмір сүрсе, мені тәрбиелесе, қазір мен отбасы құрып, балаларым бар, немересі бар әже болар едім. Әттең кезінде әжемнің қасында тұра бергенімде. Алғаш жүкті болғанымда анам алдырып тастаған. Одан кейін де жүкті болғанымда тағы анам айқайлап жүріп түсік тастауға көндірген еді. 3-ші рет тағы көтергенімде өзім түсік тастауға мәжбүр болдым. 2-ші рет тұрмыс құратын кезім еді. Алланың берген сыйына қиянат жасадым. Қазіргі таңда жасым 40-тан асқан жалғызбасты әйелмін. Осы бір өмірімді өзгелерге сабақ болсын демеймін. Тек нәпсі құмарлықтың соңы үлкен өкінішпен тұратынын адамдар білсе екен деп өмірімді баяндадым.